Ішкі істер министрлігінде де халықаралық әйелдер күнін мерекелеуге арналған іс-шара өтті. Ерлан Тұрғынбаев бірқатар әйел басшылығы және қызметтік борышын өтеу кезінде қаза болған полиция қызметкерлерінің жұбайларын марапаттады. Министр әйел әріптестердің ауыр міндеттерді отбасы қамқорлығы, бала тәрбиесімен қатар алып жүргеніне алғысын білдірді. Ведомство басшысының бұйрығымен осы мерекеде ішкі істер органдарының 470 қызметкері награда және грамоталармен марапатталды. Бүгінде ішкі істер органында 11 мыңнан астам әйел, оның ішінде 800 нәзік жанды басшылық лауазымда еңбек етеді. Олар қылмысты ашу, қоғамдық тәртіпті түзеу сынды маңызды міндеттерді атқарады. Біздің қатарымызда қайсар қыздар көп. Олар бір қолына қару ұстаса, екінші қолмен бесік тербетеді. Сондықтан осындай апа қарындастарды төбемізге көтеріп, құрметтеу бәріміздің парызымыз. Бүгінгі менің министр мырзаның қолына алғанын марапаттау, халықаралық әйелдер күніне бұл ойлаймын менің 25 жылдық еңбегімнің жемісі деп осы әскери комиссияда істеген. Ең негізгі біздің жұмысымыздың мақсаты ол төтенше жағдайлардың алдын алу. Сондықтан да осы істеген ісімді елеп, осындай құрметке ие болдым деп ойлаймын.